Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып жаза отырыңыздар. Бүгін өте жұмсақ, үлпілдеп тұратын осындай бауырсақтар пісіремін. Құрамына ешқандай да сары майда, майонез де, жұмыртқа да қоспай, жұмсақ бауырсақтар дайындаймын. Менімен бірге жасап көріп, комментарий бөлімінде қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Ең алдымен жылы суға тұз, қант, дрожжды қосып араластырып аламыз. Суымыз тым ыстық немесе салқында болмау керек, жылы болу қажет. Әйтпесе бауырсағымыз көтерілмей қалады. Енді осыған бір ас қасық ұнды қосып, араластырып, бетін жауып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткеннен кейін үстіне ұнды қосып қамыр илейміз. Қамыр тығыз, қатты болып иленбеу керек, жұмсақ, бостау қамыр илейміз. Ең соңында сұйық қосып, тағы да қолымызбен басып жібереміз. Бауырсаққа қажетті құрамның барлық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қойдым. Қамырды илеп болған соң 1 сағатқа орап, жылы жерге қоямыз. Міне қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді осы қамырды аз ғана ұн сеуіп жаятын боламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп жайып шығамыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео пайдалы болса, поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әпке сіңлілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Әрі қарай жайып болған соң, осындай кружканы ұнға салып, қамырды басып, бауырсақтарды аламыз. Осылай кружкамен ұнға батырып отырса, қамыр жабыспай жақсы түседі. Домалақ қамырларды орамалға қойып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде нанымыз тағы да көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. 10-15 минут өткеннен кейін қызып тұрған майға бауырсақтарды пісіріп аламыз. Міне осылай көтеріліп, бір жағы қызара бастаған кезде екінші жағын аударып пісіреміз. Міне доп-домалақ көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр. Міне осымен жұмсақ дәмді бауырсақтарымыз дайын. Арасын бөлген кезде ортасы ешқандай да тығыз емес, ортасы бос, жұмсақ болып пісіп шықты. Видео ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.